Yani 2026 жыл Басқұдық ауылы. 2026. Қаңтардың 15-і. Қаңтардың 15-і, да. Қар еріп сулар бай ағып жатыр ғой. Көрініп тұрмас сіздерге. Міне ағып жатыр, да. Бұл су бар ғой, бұлай ағып кете береді негізі. Судың дренаждарын бітеп тастады ғой, су ағар каналдарды бітеп тастады. Су енді өзінің табиғаттың манағы енді ағады ғой ойға қарай. Сол ағып жатыр былай. Көрсетейінші. Бітеп тастады. Судың дренаждарының үстіне дүкен салып тастады. Дүкендер, көп дүкен салып тастады. Әртүрлі дүкендер деп айтайықшы. Соған қол қойды. Құжаттандырды оларды. Олар әкімдер ауысып кетеді. Міне ағып жатыр, да? Бірақ қарай ой ғой. Біздің ауыл суға кетпеу керек. Су ағар болса. Насос керек емес, өзі ағады. Соны қолдан істеп алды да, енді соны водовозбен дырылдатып, соны проблема қылып жүр да. Білмеймін, не үшін өйтіп судың дренажының үстіне. Міне ағып бара жатқан су қазір дәлел болсын айтайын, міне. Былай ағып бара жатыр табиғаттан. Міне. Көрініп тұрмас сіздерге. Мына жерді бітеп тастаған, ана жақта дүкендер. Бірақ жырып кеткен. Көріп тұрсыңдар ма? Мен қай жерде тұрғанымды айтайын міне. Айгерім жақта міне. Барапты ана жерге тасқалап тастаған тіпті. Су жиналады. Бірін-бірі суға басып жатады солай. Сол ғой. Әуелде су каналдарының үстіне дүкен салдыртпау керек еді ғой. Сол ғой. Енді ештеңе болмағандай жүр, трансформаторлар суға кетіп жатыр ана жерде. Мана түсіндіріп айттым ба? Жерде міне ағып жатыр міне. Міне суға кетіп жатыр. Тал тұр, тақал үстіне мініп. Міне суға кетіп жатыр. Тоққа түсіп өледі ғой біреулер. Көрініп тұрмас сіздерге, Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылы мынау. Міне. Мына дамбы салып қойды былай. Не бітеп жатты. Ана жақтан келген суды жібергісі келмейді енді дүкендеріне. Сосын ол жиналады мына жерге. Түсіндіре алдым ба? Сіздерге көрініп тұр ма?